Табаққа 240 мл жылы айранды құямыз. Шай қасықпен құмшекер, құрғақ ашытқыны салып, араластырамыз. 10-15 минутқа дейін жауып қоямыз. Тұз, 2 ас қасық пісте май құйып, араластырамыз. Аз арадан 170 грамм ұн қосып араластырамыз. Артынан ұнның қалған бөлігін қосып, қамыр илейміз. Бетін жауып көтерілгенін күтеміз. Пиязды майдалап тураймыз. Сәбізді үкіштен өткіземіз. Картопты 4 бұрыштап тураймыз. 40 қабатты да майдалап тураймыз. Майды қыздырып, пияз бен сәбізді 1-2 минут қуырып аламыз. Үстінен картоп салып, 2 минуттан соң 40 қабатты саламыз. Тұз, бұрыш қосып араластырамыз. Көкөністер жұмсарғанша қуырамыз. Қамыр жаятын кілемшені қолымызды пісте маймен майдалап, қамырды бірнеше бөлікке бөлеміз. Он минутқа бетін жауып қалдырамыз. Әр дөңгелекті қолмен жұқартып, ортасына салма саламыз. Видеода көрсетілгендей 3 бұрыштап түйеміз. Тағы да бетін жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. Орташа отта қызып тұрған майда 2 беті қызарғанша қуырамыз. Бәліштер өте дәмді, жұмсақ, әрі қытырлақ болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.